Мына әр концертке келген кезде менің осы шынайы көрермендерім балконда отырған болсын, мына жанында. Мен көпшіліктерін көрем, бірақ мен мына футболдан Қазақстан құрама командасының жігіттерін көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Қатар отыр Қайрат Нұрдәулет бастаған команданың капитаны. Қазақстан ұлттық құрама командасының. Біз осы футболисттер көрсек айтамыз, бізде футбол жоқ дейміз. Бізде футбол бар. Шетелде бар стадион, бізде де бар. Шетелде бар сол стадиондағы шөп, бізде де бар. Шетелде бар доп, бізде де бар. Шетелдегі футболисттер бізде де бар. Тек шетелде бар жанкүйер, бізде жоқ екен. Біз жанкүйер болмаймыз. Ішкі чемпионаттар өтіп жатады. Таразбен Алматы ойнайды, Қызылордамен Шымкент ойнап жатады, Оралмен Ақтөбе ойнап жатады. Өздері ойнап жатады жаңағы. Өздері бір стадион жауып алып, ішіне кіріп өздері ойнай береді. Өздері оны телевизордан көрсетіп жатса да, ой, біздікілер ойнай алмайды, теп алмайды деп жаңағыдай жүре береміз да сөйтіп. Мән бермейміз өздері. Біз Қазақстан құрсыншы осылар деп. Ал енді Қазақстан құрама командасы болып Испания, Англия, Италия мемлекеттерімен келіп ойнаса, мына аренаның ішінде ине шаншитын орын болмайды. Толып отырамыз. Тұрақты кәдімгі бір жанкүйерлер секілді. Қазақстан! Қазақстан! деп кәдімгідей шулап-улап қорқытып бұларды. Бұлар ондай білмей тыныш жерде ойнап үйреніп қалған. Ана бала болады ғой, бір у-шудың арасында ұйықтай білетін. Кейбір балдар бар, бір тыныш жерде кішкене бычақтап қалсаң оянып кететін. Бұлар сондай секілді. Өздерінің кәдімгідей бір тактикалары бар, жаңа бір-біріне айтып жүретін. Қазір мен алға шығамын, сен артқа маған теуіп жүр, жақсы ма? Я деп. А біз келіп шулап отырғанда бір-біріне естімей жатады. Бір-бірінің қасына барып түсінбей жатады. Мына жаққа барса да шулап жатыр, қорқып. Мына жаққа барса да еще волна істейміз керек болса шу қорқытып зәресін алып. Ондай көрмеген біздікі доп ойнауының орасында сендер волна істейді, соған қараптады қызық көрмейді. Біздікілерді қара істей алады екен ғой шетелдегідей деп. А шетелде олар у-шуға үйреніп қалған. Оларды психология дайындайды кәдімгі. Тұрақты жанкүйерлері олар кәдімгі у-у деп үйретіп тастаған. Олар тыныш жерде ойнай алмайды екен. Енді осы балдар жеңсін десе, Қазақстан құрама командасы келесіде ойнаса бармайық. Өздері тыныш жерде үйреніп қалған. А шетелдіктер тыныш жерде ойнай алмайды. Біз жеңеміз. Жоқ, әрине қалай бармайсың? Барамыз. Барғанда енді баруға болады. Анжем жерден сығалап бүйтіп қарап жаңа көрінбей. Өздерін үйреніп қалған 20-30 адам бар қарап отырады. Солардың орнын ауыстырып 30 мың адам бүйтіп. Ама большой футбол. Мини футболдан Қайрат командасы Алматы әлем чемпионы болды. Ал сонда большой футбол, мини футбол дейміз, айырмашылығы 5 адам. Енді мына қазір осы жерде тұрған бір сол УЕФА, ФИФАның адамдары бар шығар. Мен сіздерге бір ақыл айтып берейін. Негізі Қазақстан футболдан жақсы болсаңыз десеңіздер, ана Қазақстан мини футболдан жақсымыз ғой. Ана сол мини футболдың полясын білдіртпей жылына 1 метрге ұзартып отырайық бүйтіп. Мына былайынан 1 метрге ұзартайық. Қақпаларын 1 сантиметрден білдірмей. Сосын бір адамнан қосып отыру керек құрамаға. Бір адамнан. Олар жаңа полда ойнайды ғой. Білдірмей астына шөп шығарайық. Арасына шөп шығарайық. Олай болмайды деп ойлаймын. Олай болмайтын секілді. Бұлар да мен секілді. Өнер, спорт екеуі егіз. Сахнада 30 адам отырса, мен бүйтіп шабыттанып, әзіл айтпас едім. Ал лық толы отырса, көріпсіздер. Қара терге түсіп, әзілімді айтып жатырмын. Бұлар да солай.